30 жасқа дейін қалай миллионер болуға болады? Сіз 30 жасқа дейін байып кете аласыз деген ой фантастикалық және сәл ойға сыймайтындай мүмкін емес болып көрінеді. Бірақ бұл мүмкін болу керек, өйткені мұндай перспектива нақты. Әлемде миллионер болуды білетін көптеген жастар тұрады. Бұл видеода 30 жасқа дейін миллионер болуға көмектесетін 10 қадам туралы айтатын боламын. Бірінші, өз қаражатыңызды бақылаңыз. Қазіргі экономикалық жағдайда миллионер мәртебесіне жету оңай емес. Бірінші қадам кірісті ұлғайтуға көңіл бөлу. Өз қаражатыңызды бақылауды бастаңыз. Өзгерісті жазып алыңыз. Бұл сіздің кірістеріңізді басқаруға келеді, бұл сізге мүмкіндіктерді көруге үйретеді. Екінші, басқаларға бейімделмей өзің ерекшелен. Қолданыстағы кәсіпорындар мен инвестициялар бірнеше тұрақты кіріс ағындарын құрамайынша, алғашқы қымбат сағаттарыңызды немесе көліктеріңізді сатып алмаңыз. Миллионер Грант Карденнің айтуынша, ол әлі күнге дейін алғашқы алған Toyota Camry'ді басқарып келеді. Өзіңіздің әшекейлерімен емес, кәсіби адалдықпен мадақтаңыз. Үшінші, ақшаңызды экономдау үшін үнемдемеңіз, инвестиция үшін үнемдеңіз. Ақшаны үнемдеу қажеттілігін түсіндірудің жалғыз себебі оларды одан әрі инвестициялау. Ақшаны қорғалған, қол тигізбейтін шоттарда сақтаңыз. Бұл қаржыны төтенше жағдайларда да пайдаланбауды әдетке айналдырыңыз. Бұл сізге бірінші қадамды орындауға, кірісті арттыруға көмектеседі. Төртінші, пайдаға айналмайтын қарыздардан аулақ болыңыз. Есіңізде болсын, автокөлік сатып алуға арналған қарыз, егер ол кірісті арттыруға көмектессе ғана ақталады. Бай адамдар несиелерді инвестициялық иелігін күшейту үшін және ақша ағындарының өсу үшін пайдаланады. Кедей адамдар несиелерді бай адамдарды байыту үшін және зат сатып алу үшін пайдаланады. Бесінші, ақшаға қызғанышпен қараңыз. Миллиондаған адамдар қаржылық еркіндікті армандайды, бірақ бұл тілекті басымдыққа айналдырғандар ғана миллиондаған ақша алады. Бұл арманы бірінші орынға қою арқылы ғана байлықты сақтауға болады. Ақшаға қызғанышпен қарасаңыз ғана ақша сізде қалады, ал елемесеңіз басқа біреудің қолына кетіп қалады. Алтыншы, ақша ұйықтап жатпайды. Ақша уақыт, сағат, график, мейрам күндер туралы білмейді. Демек сізде бұлар туралы ұмытуыңыз керек. Ақша еңбекқорлықты жақсы көреді. Мысалға, сағат 7-де жабатын мен сағат кешкі 11-де жабатын магазинді салыстырып алайық. Әрине, кешірек жабатын магазин көбірек ақша табады. Ешқашан басқалардан ақылдырақ және жолы болғыш болуға тырыспаңыз, керісінше басқалардан жақсы және жылдам жұмыс жасауға ұмтылыңыз. Жетінші, кедейшіліктің мағынасы жоқ. Кедейлік бұл қорқынышты жағдай. Кедейлікті негіздейтін кез келген ойды ойдан шығарып тастаңыз. Билл Гейтс айтпақшы, егер сіз кедей болып туылсаңыз, бұл сіздің қателігіңіз емес. Егер сіз кедей болып өлсеңіз, бұл сіздің қателігіңіз болады деп айтқан. Сегізінші, миллионер тәлімгер табыңыз. Біздің көпшілігімізді орта және төменгі қатарларда өстік. Миллионерлерді зерттеңіз, олардың артынан қайталаңыз, жеке миллионер тәлімгерін тауып, одан да үйреніңіз. Көптеген бай адамдар өздерінің білімдері мен ресурстарымен қуана бөліседі. Тоғызыншы, ақшаны жоғарғы көтерілу үшін пайдаланыңыз. Инвестициялау миллионер болудың негізі. Сіз өзіңіздің негізгі жұмысыңыздан гөрі инвестиция арқылы көп ақша табуыңыз керек. Бұл қарапайым. Егер де сіз қосымша ақша болмаса сізде, сіз инвестиция жасай алмайсыз. Грант Карден салған екінші компания бастапқыда $50,000 талап еткен. Капиталдағы осы бастапқы үлес көлеміндегі дивидендтер соңғы 10 жыл ішінде ай сайын Карденға қайтарылып отырған. Яғни бастапқы салған $50,000 10 жыл бойы өзіне кіріс алып келіп отырған. Кәсіптердің үшінші инвестициясы, Карденнің үшінші инвестициясы жылжымайтын мүлікке салынады және сол кезде оның капиталының көп бөлігі $350,000 құраған. Ол әлі күнге дейін табыс әкелетін меншік иесі болып табылады. Инвестициялау басқа қадамдар жасаудың жалғыз себебі. Сіздің ақшаңыз сіз үшін барлық ауыр жұмысты орындауы керек, сіз емес. 10-шы, 1 миллионға емес 10 миллионға мақсат қойыңыз. Жаңадан келген кәсіпкерлердің ең үлкен қателігі ұсақ ойлау. Үлкен ақшаға назар аударыңыз, өйткені бұл планетада үлкен ойлайтын адамдар жетіспейді.
Осы 10 қадамды іс жүзінде қолдансаңыз, олар сізді бай етеді. Сіздің қаржылық амбицияларыңыз ашкөздіктен туындайды деп санайтын адамдардан аулақ болыңыз. Оңай табыс схемаларын аулақ болыңыз. Ешқашан берілмеңіз және бай болғаннан кейін басқаларға көмектесуге дайын болыңыз.